Ассалаумағалейкум. Көріп тұрғандарыңыздай, Бадор фирмасының лазердің нұрымен металл кесетін станогы. Бұл станокта жалпы бірнеше бөлімнен құралады. Негізгі станоктың өзі жалпы бас бөлімі кесетін голова. Осы жерден жаңағы лазер нұры шығады. Екіншісі, сол лазер нұрды өндіріп шығаратын арт жағында источник, лазердің бұлағы бар. Қазір сол бұлақты да көрсететін боламын. Және осы жердегі порталдар, рельстар жүреді. Және де қосымша қара металл кесетін кездерде қара темірлер баллон бар, кислородный баллон, азотный баллон, және де суытатын охлаждение істейтін чилер бар бұл жерде. Жалпы көп кісілерде эконом жасау үшін жұқа металдарда осындай компрессорлар сатып алады. Бұл компрессор Гунаю фирмасынан шыққан, сондай лазерге арнап жасаған жақсы компрессорлар 1,6 мегапаскал ауаға дейін, қысымға дейін бере алады. Және де бұл жерлерде стабилизатор жүр, тоқты стабилизировать ету үшін, тоқты тұрақтандыру үшін. Осындай стабилизаторлардың көмегінде тоқ тұрақты станокқа келеді. Мінекей қарайық, мына жақта лазердің қайнар бұлағы осы жерден шығады. Лазерный источник. Бұл жаңа Бадор фирмасының источник.